Сонымен прак басталды. Мен енді түр бермей жүрдім, білдіртпеуге тырыстым. Ешкіммен өйтіп көп қатысушылармен сөйлеспедім. Бәрі келіп, Майра, расымен сондай ма дегенде, иә, сондай. Біз енді араласып жүрдік. Екеумізде де бір-бірімізге деген сезім бар деп сөйтіп алдап, енді түр бермеуге тырыстым барынша. Одан кейін мен жақын білетін адамдардың бәрі айтады, қалай сен осындай адамға басын кететін, ол мүмкін емес деп, сосын сөйтіп сенбегендер де көп болды. Ал енді халық жағынан әрине де Майра сені бек шалмайды, Майра сені бүйтеді, сөйтеді, сен өткен андайсың деп, сөйтіп жазып жатыр да. Вот. Мүлде андай ғой, екі әлем. Дайрекке енді жазған хаттар бар ғой. Ол енді өте ауыр. Оны мен айта алмаймын, не туралы жазғандарын. Енді жазған адамдар өздері іштері біледі. Менің сол отбасым, жеті атам барлығын примерно қарғап, потом соңы жаңа өліммен аяқталды. Мен оны қатты көңіліме алмауға тырыстым, өзімді басқа нәрселермен көңілімді аулап деген сияқты. Бірақ бәрібірде іште андай ойландырады да, адамдар осындай жесток екен ғой, былай қарап тұрсаң, екеуі тек қана таныстықта ғой деген сияқтышы. Бір әйел бір күйеуінен, әйелінен бір күйеуін алып кеткендей, сондай жаман қарғыс болды да. Былай қарасаң, ондай ситуация емес деймін да, слишком маған өйтіп жазатын, допустим, солай істегеннің өзінде де да. Бірақ өте ауыр, мама. Мен енді қорқып кеттім, шыны керек. Одан кейін енді эфирде айтылған қатысушылардың сөздерін, оны тоже білесіздер, көрген болсаңыздар, көрмесеңіздер көріп келіңіз. Ең қызығын айтайын да, ең қызығы басында осы 2-3 күн бұрын ешкім маған айтқан жоқ, бұл деген пранк қоя деп, ешқандай ондай болған жоқ. Барлығы маған айтатын бәрін айтып алып, қарғайтын бәрін қарғап алғаннан кейін, Галина келетінге қарай барлығы пранк, это точно пранк, қазір бүйтеді, сөйтеді деп жатыр да. Соны о басынан солай айтқанда бар ғой, жоқ, Майрадан ондай нәрсе шықпайды, ондай емес деп біреу айтқан жоқ қой. Солай бүйтіні да. Как будто бәрі біліп отыр, бірақ жоқ, айтатын уақытта айтып алайық осыған деген сияқты болып тұр да. Вот сондай. Оказывается, әдемі болсаң, тартымды болсаң, ажырасқан болсаң, вообще өмірде өте қиын болады екен негізі әйел адамына. Сондай, енді түйінім сондай. Ұзын сөздің қысқасы, әйтеуір бізде жұп ең бастысы, олар бақытты болсын, әйтеуір көмегім тигеніне әйтеуір қуаныштымын деймін ба, неден енді бір. Одан кейін енді расымен де менен қызғанатындай бар екен, себебі бек Галинаға мені мақтаған ба, сондай бір нәрсесі бар. Оны бағана өзім бірінші рет естідім, мен вообще оны білмейтін ол туралы. Вот солай, әңгіме болған ғой, мен туралы әңгіме болған екен орталарында. Мен оны нәрсені білмегенмін. Содан кейін де оның мүмкін Галинаның сеніп қалғаны да жайдан жай емес екен.